Доктор Аида Мұхтаровна, ас үйіңізде қандай ыдыстар қолданасыз? Мен жалпы ас үйде шыны ыдыстарды өте қатты жақсы көремін. Одан кейін эмалированный ыдыстарды тұтынамын. Және де чугун ыдыстарды тұтынамын. В основном мынадай сақтайтын өнімдерді, мысалы күріш деген сияқты, бұлардың барлығын көп адамдар пластик ыдысқа қойса ештеңе қылмайды деп айтады. Но мен шыны ыдысқа қойған жақсы көремін. Даже крышкаларын таңдаған кезде де шыны таңдауға тырысамын. Өйткені просто так пластик ыдыстардың өзі бисфенол А-ны бөлетін болғандықтан, желательно олардың санын азайтуға тырысамын. Сондықтан идеальным случай бүкіл ыдыстар осындай шыны, чугун және эмаль болғаны дұрыс. Ал егер де сіздерде мұндай декоративный әдемі банкалар болмаса, просто мынадай банкалар қолдансаңыздар болады. Бұл да сіздегі токсиндердің көзін минимализациялайды. Болмаса, любой салат, бір нәрсе тұтынған кездегі ыдыстарды да осындай неге тұтынуға болады. Осындай мақсатта хранениеге тұтынуға болады. Мысалы, мынаның ішінде бізде кукурузная каша тұр. Хотя көп адамдар оны мешокпен былай қоя салады, целлофанмен. Но маған ондай нәрсе ұнамайды. Сондықтан олардың барлығын шешіп, осындай шыны ыдыстарға құйып қойған.